Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді, нәзік, жасалуы өте оңай әрі тез медовый печеньенің рецептімен бөліскім келіп отыр. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға алып 2 жұмыртқамызды саламыз. Керек мөлшерде қантымызды саламыз. 1 шымшым тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Онан кейін сұйық майымызды құямыз, және де ас содасын саламыз. Барлығын жақсылап, қанты ерігенше жақсылап осылай араластырамыз. Енді бізге бал қажет болады. Балды кішкене ертіп алсаңыздар болады. Балды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді керек мөлшерде ұнымызды електен өткізіп, қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Онан кейін қолымызбен қамырымызды басын біріктіріп илейміз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап қамырды бастырып илейміз. Қолымызға қамыр жабыспауы қажет, жұмсақ болу керек. Осы видеодағыдай. Енді қамырымызды алып жаямыз. Қалыңдығы қамырдың 6-7 мм болу қажет, жұқа болуға болмайды. Жан жағын оқтаумен тегістейміз. Енді ең маңызды этап, бетіне біз жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, осылай біркелкі етіп, қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Видеодағыдай. Енді вилканы алып, осылай бетіне өрнектейміз. Қамыр өте нәзік, вилканың ұшын сүртіп салфеткамен осылай сызып шығамыз. Бұл өрнектеген кезде, осылай узорларды салғанда, піскен кезде әдемі көрінеді печеньеге. Енді печеньеміздің формасын шығарамыз. Видеодағыдай кесіп шығамыз ұзыннан.
Шетіндегі қамырларды тастамаймыз, оны қайтадан біріктіріп, басын тағы да печеньенің формасын шығарамыз. Енді ромбик сияқты қылып тағы да кесеміз. Енді пергамент қағаз төселген ыдысымызға салып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Өте әдемі, қызарып пісті, дәмді, сондай керемет печенье. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде описаниядағы жазылып тұрған ингредиенттермен дайындасаңыздар, сіздерде де осындай әдемі дәмді печенье шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.